Саламатсыздар, құрметті депутаттар, құрметті сессияға қатысушылар, құрметті Қайрат Жолдыбаева. Құрметті депутаттар, Қазақстан Республикасы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңын басшылыққа отырып, аудандық мәслихаттың кезектен тыс 29 сессиясын бастауға рұқсат етіңіздер. Аудандық мәслихат сессиясына қатысуға тиісті 13 депутаттан бүгінгі сессияға 11 депутат қатысып отыр. Сессияның қатысушы депутаттар саны сессияны өткізуге толық өкілеттік береді. Сессияны ашу жөнінде кімде қандай ұсыныстар бар? Сессияны ашылсын деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Сүріңіздер, қарсы қалыс жоқ. Аудандық мәслихаттың кезектен тыс 29 сессиясын ашық деп жариялаймын. Құрметті депутаттар, баяндамашылар және сұрақ қоюшыларға мәслихаттың регламентін сақтап, тиісті уақытта астауымыз керек. Сессияның жұмысын қамтамасыз ету үшін сессияның жұмысшы органдарын сайлап алуымыз қажет. Сессияның есеп комиссиясына депутаттар Әлжан Құртаев, Ардақ Әмзиев, редакциялық комиссия құрамына Алтай Молдалы, Бегаман Ахымбек сайласын деген ұсыныс бар. Қалай қарайсыздар? Басқа ұсыныс болмаса, онда ұсыныс қабылдасын деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ. Құрметті депутаттар, бүгінгі сессияның күн тәртібін бекітіп алуымыз керек. Күн тәртібінің жобасы сіздерде бар. Бірінші, Отырар мәслихатының 2024 жылы 24 желтоқсандағы 25-27 жылға арналған ауылдық округтердің бюджетін туралы нөмірі 23-138-8 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселені бүгінгі сессияның күн тәртібіне енгізілсін деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ. Күн тәртібіне енгізілді. Екінші, Отырар аудандық мәслихатының 12 мамыр 2023 жылғы нөмір 2/8-8 Отырар ауданы әкімдігі жанындағы құқық бұзушылық профилактикалық жөніндегі ведомстволық комиссияның құрамын бекіту туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселені бүгінгі сессияның күн тәртібіне енгізілсін деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ. Күн тәртібіне енгізілді. Бүгінгі сессияның күн тәртібі бекітілді. Құрметті депутаттар, сессияның күн тәртібіндегі бірінші мәселе қарауға көшеміз. Отырар аудандық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы 2025-27 жылдарға арналған ауылдық округ бюджеттері туралы нөмір 24-138-8 шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша баяндама жасау үшін сөз экономика қаржы бөлімінің басшысы Көлбай Асқарға беріледі. Тыңдап қойдық. Бірден сұрақ жауапқа көшеміз ба? Сұрақтарыңыз болса. Кімде сұрақ бар, алғасын деген сұрақ қойылып, бәрі шешім алып, тұрақты комиссияда. Онда мекенде жаңа біз сұрақ қойдық. Онда құрметті депутаттар онда дауысқа қоямын. Тұратса айтайық та. Бір адамымыз қатысқанда. Мына қысқарту, бұл қысқарту да. Мына қысқартамыз біз, мына ауыл әкімдерге орында деп айтып болмаймыз сол ақшаларды. Мақұл артығын орындағандар бар екен. Орындай берсін. Басында план, сол планды қараған шығар, сол планды қараған кезде. Сол есеппен берген шығар. Айтып берсін, жауап берсін. Бізден екі-үш ауыл округінде жыл басынан жоспарымызды жыл соңына келген кезде орындалмаған салық түрлері бар. Ол орындалған түрлерін ауыстырып отырмыз. Жұмыс тоқтап қалатын жоқ. Жұмыс тоқтап қалатын жоқ. Түрінен екінші түріне ауыстырып. Екінші түріне ауыстырып жатырмыз. Жаңа айтып түсіндім. Мысалы Қарақоңыр округінде заң тұлғаның көлік салығы сатылып кеткен. Былтыр жылдың соңында қиылған. Биылғы жылға көлік жоқ болғаннан кейін ол кісі енді салық түрмейді ғой. Сондықтан ол салық түрінен жоспарын төмендетіп отыр. Қысқартып отыр.
бірақ басқа түрінен орындап сол түрін ұлғайтып отыр. Бұл жерде салық төмен түскен жоқ, жоғарыламаса. Бұл жерде енді бюджеттің заңнамасына сәйкес аудандық бюджеттерден отырады тұрақты түрде. Өйткені жылдың басында мынау ИПН дейді ғой, индивидуальный жеке табыс салығы. Біз жоспарлаймыз, мысалы бюджет мекемесінен, денсаулық сақтау мекемесінен кейбір жылдың соңында олардың бюджетте қаржы болмай қалады, кейбір жаңа кәсіпорындар жабылып қалады. Жылдық жоспар жалпы қоямыз да, сол орындалмай жатқан салықтың орнын басқа жағынан толтырамыз. Мысалы жаңа әлеуметтік салықтар басқалар, соның екеуін жылдың соңында 0-0 болып шығу үшін орындалмағанда сәл қысқартып, бер жағын артығын орындап, екеуін теңестіреміз. Ал жалпы жоспарланған бір жылдың басынан бері бекітіп берген атқарылатын жұмыстар, мысалы жол жөндеу болсын, басқа болсын, ол жұмыстың бәрі аяқталып істеліп бітті. Ол жұмыстарға кедергісін келтіріп отқан жоқ, просто салықтың арасында өзінің тепе-теңдігін реттеп отыр. Бірақ жаңағыдай ешкім қатыспады дегендер назар қалам, алдағы кезде бәрі қатысып тұрғасын. Бұлар қатыспаған себебі ауыл әкімдерінің барлығы президентпен кездесуге кетті, орындарына заңдары, бухгалтерлер қатысып отыр. Жаңағы кім қатысты? Қыдайға қатысқан жоқсыз тұрақты. Негізі орынбасарлардың тұрақты қатысты. Міндетті түрде енді оны біздің кемшілік, бір орынбасар міндетті түрде тұрақты комиссияда отырады. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Онда дауысқа қоямын. Осы шешім қабылдансын деген депутаттардың қол көтеруін сұраймын. Түсіріңіздер, таныс жоқ, шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, сессияның күн тәртібіндегі екінші мәселе қарауға көшеміз. Отырар аудандық мәслихаттың 12 мамыр 2020 жылғы нөмірі 8 Отырар ауданы әкімдігінің жанындағы құқық бұзушылық тәртіптер жөніндегі ведомстволық комиссияның құрамын бекіту туралы шешімнен өзгерістер енгізу туралы мәселені бойынша баяндама жасау үшін сөз аудан әкімі аппаратының заңгері Әмірхан Асатқа беріледі. Сұрақ жоқ па? Жоқ. Құрметті депутаттар, онда осы мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызда бар. Ұсыныс пікірлер жоқ па? Онда дауысқа қоямыз. Шешім қабылдансын деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймыз. Қарсы жоқ, шешім қабылданды. Сессияның күн тәртібіне енгізілген екі мәселе қаралып бітті. Сессияның өту жөніндегі күнде ұсыныс пікірлер бола ма? Болмаса, онда аудандық мәслихаттың кезектен тыс 29 сессиясын жабық деп жариялаймын.